Аэронавигация, әуежайлар және байланыс саласындағы көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілерін қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім беру қызметін алу үшін egov.kz порталының басты бетінде бизнеске қойындысына өтіп, лицензиялау және аккредиттеу бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай рұқсат ететін құжаттар бетіне өтіңіз. Содан кейін қызметтердің ішінен бізге қажет қызметті таңдаңыз және онлайн сұрау қойындысын басыңыз. Содан кейін автоматты түрде электрондық лицензиялау порталы ашылады. Сізге осы порталда заңды тұлға ретінде тіркелген болу қажет. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы кіру батырмасын басып, өзіңізге ыңғайлы авторизация әдісін таңдаңыз. Біз egov.kz порталы арқылы заңды тұлғаның ІЦқ кілтін пайдалана отырып кіреміз. Кіргеннен кейін табиғи монополиялар бөліміне өтіп, бізге қажет қызметті таңдаңыз. Әрі қарай ұсынылған нұсқалардың ішінен керекті қызметтің кіші түрін таңдаңыз. Содан кейін қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде лицензиярды таңдап, барлық қажетті деректерді толтыруға кірісіңіз. Толтырып болған соң, одан әрі батырмасын басыңыз. Келесі бетте сіз келісім беру туралы өтінімді толтыруыңыз керек. Толтырғаннан кейін одан әрі батырмасын басыңыз. Бұл бетте, егер сіз табиғи монополия субъектілерін қайта ұйымдастыруына араласып кету, қосу, өзгертуде келісім беру туралы өтініш қызметін таңдаған болсаңыз, сізге қосу батырмасын басып, бірігу, қосылу, қайта құрылу кезінде тапсыру актісінің электрондық көшірмесі құжатын тіркеу қажет. Егер сіз табиғи монополия субъектілерінің қайта ұйымдастыруына бөліну немесе шығаруда келісім беру туралы өтініш қызметін таңдаған болсаңыз, сізге бөлініп шығу кезінде бөлу балансының электрондық көшірмесі құжатын тіркеу қажет. Егер сіз табиғи монополия субъектілерінің жоюына келісім беру туралы өтініш қызметін таңдаған болсаңыз, сізге тарату кезінде тарату балансының электрондық көшірмесі құжатын тіркеу қажет. Файлды тіркегеннен кейін одан әрі батырмасын басыңыз. Келесі қадам өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою. Өтінішке QR-код немесе ІЦқ көмегімен қол қойыңыз. Қол қойылғаннан кейін сіз берілген өтініштің мәртебесін жеке кабинетте өтініштер мен алынған қызметтердің тарихы бөлімінде бақылай аласыз. Бұл қызметті көрсету мерзімі 5 жұмыс күні.